Сәлем достар, бүгін біз сіздермен пельмен дайындаймыз, яғни түшпара. Сонымен бізге қажетті нәрселер: бізге ұн керек, 2 жұмыртқа, кішкене су керек, 1 сәбіз керек, тұз керек, фарш керек, және пияз керек, және зәйтүн майы керек. Сонымен ұнымызға 2 жұмыртқа қосып, және тұз араласқан сумен қаттылау қамыр илеп аламыз. Сонымен мінекей қамырымызды илеп болдық, кішкене қаттылау қамыр, және бұны полиэтиленді қалтаға салып қоя тұрамыз. Қалтаға. Ендігі кезекте фаршымызға тұз қосамыз, және аздап бұрыш қосамыз. Түшпараға арналған дәмдеуіш қосуыңызға болады, қалауыңызша ол. Және жақсылап араластырамыз. Қасықпен немесе шаншықмен кез келген нәрсемен араластыруларыңызға болады. Немен араластырасың? Қасықпен жаным. Қойды. Пияз еттің жартысындай болу керек, әйтпесе өте сулы болып, пельмендеріңіз, түшпараларыңыз былжырап біраз сондай болуы мүмкін. Сондықтан мінекей фарштың құрамы мынандай болды. Сонымен қамырымызды 2 бөлікке бөліп, және біреуін мүмкіндігінше жұқалау етіп жайып аламыз. Сары қамыр жұмыртқаның, үй тауығының жұмыртқасы, қамырымыз кішкене қаттылау болады. Сонымен қамырымыз дайын болды. Жұмыртқасы көп қамырдың жайылуы қиындау, қайтадан өз қалпымен орнына келіп қала береді. Ендігі кезекте қамырдан 4 бұрыштап кесіп алу үшін ыңғайлап жасаймыз. Не кесіп алады? Дана кесіп алады деп айтпайсың ба? Қане, маған бере қой пышақ. Осылай кесіп шығамыз. Түшпараңыздың көлемі өзіңіздің жасауыңызға байланысты, немесе үлкенірек, немесе кішірек қылып жасауыңызға болады. Жазық күйінде дөңгелек нәрсемен де кесіп алуларыңызға болады. Осылай бірінің үстіне бірін қойып, 4 бұрыштап тағы да кесіп шығамыз. Кеспей ме? Пышақ бере ғой. Артық жерін кесіп тастасақ болады. Осылай шамамен шырпының қорабындай етіп жасаймыз, кесіп аламыз. Мына жерде дәнкөште тұр, анасына жағаласып тұр, маған кесетін қамыр беріңіз деп жылап тұр, пышаққа бәріне жармасып. Дәнкөш өте ақылды қыз. Енді керегімізше алып, қазір оқтауыңды алып берем жан. Айдана, өзінің пышағын дастансың, базбай өзінің пышағын. Жарайды жан. Ендігі кезекте мінекей бір жағына су ағатындай мүмкіндік жасап қойыңыздар. Себебі бұлжырап кетпеу керек. Және шай қасықтың басымен алып, осылай салып шығамыз, және бүгеміз. Бүгудің түрі. Мен көбінесе осылай бүгемін. Дана басқа салайды қосаншы. Осылай бүгуге болады, және біраз жылдамырақ бүгілетін түрі. Осылай қолыңызбен бір жағынан басып шығып, осылай да бүгуіңізге болады. Осылай барлығын бүгіп шығамыз. Бір бөлігі дайын. Ендігі кезекте қазанымызға суды құйып, енді қайнатуға көшеміз. Мінекей қазанымыздың астын қыздырып қойдық. Зәйтүн майы 1-2 ас қасық көлемінде керек бізге небары. Сұйық маймен алмастыруға болады әрине.
Және одан бөлек бізге сәбіз керек. Майымыз қызып жатыр, және оның үстіне сәбізімізді салып қуырып жібереміз. Қызанақ қолдануларыңызға болады түсі үшін. Жақсылап қуырып аламыз. Ендігі кезекте үстіне кішкене тұз салып, татуымызға қарай және су құямыз. Суын жеткілікті мөлшерде көбейтеміз және қайнатамыз. Сонымен мінекей суымыз қайнады және мұндағы барлығын салып қайнатамыз. Бір араластырып жібереміз және бетін жауып піскенше 7-8 минут көлемінде қайнатамыз. Мінекей 10 минуттай қайнады. Пешімізді өшіреміз және ыдысымызға құйып аламыз. Алдын ала бір-екеуін жеп піскен-піспегендігін байқасаңыздар болады. Ыстық болып кетті. Пельменді түшпараны осылай пісу бойға құйып жесеңіздер, өте жақсы күйінде жейсіздер. Егер біраз 10-15 минут тұрып қалатын болса, 10-15 минут тұрып қалатын болса, біраз өсіңкіреп күйіп кетеді. Түшпарамыз дайын болды. Жеп көруге әлі ыстық. Қаймақ, ас көктер салып, қалауыңызша жесеңіз болады. Астарыңыз дәмді болсын.